Ағылшын тілін нөлден бастап қалай үйренемін? Иә, көптеген адамдарды осы сұрақ мазалайтынын білемін. Енді бір ағылшын тілін үйренуге кірістіңіз, бірақ неден бастау керек екенін білмейсіз, иә? Мен сізге бір керемет кеңестермен бөлісетін боламын. Бірінші жасау керек дүние ол нақты мақсат қойыңыз. Өйткені ағылшын тілін үйренетін адамда дұрыс мақсат болмайтын болса, ол адам ағылшын тілін үйреніп кетеді дегенге ешқандай нәтиже көрсете алмайтынына мен сенімдімін. Енді қараңыз, мақсат қойғанда қалай? Мақсатты дұрыс қоюды үйрену керек. Яғни бірінші кезекте ағылшын тілін мысалы айтайық, оқуға байланысты, немесе осы жылы мен магистратураға түсемін, немесе осы жылдың соңында мен шетелге барамын деген сияқты нақты бір мақсат болу керек. Сол кезде ғана адам ағылшын тілін үйрене алады. Яғни бірінші кезекте істейтін дүние ол дұрыс мақсат қою. Екінші беретін кеңесім ағылшын тілін енді үйренген адамға ол айналаңызды ағылшын тілімен қоршаңыз. Иә, сіз мысалы енді жаңа сөздер жаттауыңыз керек болады. Сол үшін ағылшын тіліндегі кез келген дүниеге ағылшын тіліндегі сөздің аудармасын жазып қоятын болсаңыз, мысалы телефон болатын болса, сыртынан phone деген сияқты, сол кезде миыңызға ағылшын тілін үйрену керектігі туралы бір сигнал барып тұратын болады. Ал енді одан кейінгі үйреткім келетін лайфхак ол ағылшын тіліне өзіңіздің телефоныңызды толық аударып тастаңыз, яғни настройкаға кіресіз, ағылшын тіліне аударасыз. Иә, басында қиын болуы мүмкін, жіберуге байланысты, немесе бір көп дүниені түсінбеуіңіз мүмкін. Бірақ сол арқылы сіз ағылшын тілінде көптеген сөздерді үйренесіз, және ағылшын тілін үйрену деген дүниені ешқашан ұмытып кетпейсіз. Менің айтқым келетін төртінші лайфхак ол өзіңіздің қызығушылығыңызға байланысты ағылшын тілді Instagram каналдарға тіркелу. Иә, Instagram каналдарға тіркелген кезде сіз күнделікті алдыңыздан скроллинг жасаған кезде алдыңыздан шығады, сол кезде ағылшын тілін үйрену керектігі есіңізге түседі, және де сол жерде өз қызығушылығыңызға байланысты көптеген сөздерді жаттайсыз. Мысалы, мен спортқа қызығамын, футболға. Демек, футбол каналдарға тіркелуім керек. Сол сияқты сіз өзіңіздің қызығушылығыңыз қандай мысалы деген. Соған байланысты фильм көретін болсаңыз, фильмдерге байланысты көптеген каналдар бар, соған тіркелесіз. Немесе жаңалықты жақсы көруіңіз мүмкін. Мысалы, BBC сияқты, CNN сияқты каналдарға тіркелесіз, және көптеген сол жерден малыматтар алуға болады. Сондықтан да тағы бір айтып келген дүние Instagram каналдарға, ағылшын тілді Instagram каналдарға тіркелу. Өзіме өткен керемет дүние бұрын өзіңіз ағылшын тілінде көрген фильмдерді немесе мультфильмдерді қайта көру. Мысалы, менің өзім Шректің барлық нұсқасын ағылшын тілінде көрдім, немесе How to Train a Dragon дейді ғой, как приручить дракона, соны да толық ағылшын тілінде көрдім. Және де мысалы Breaking Bad деген үлкен, во все тяжкие деген фильм бар, сериал бар, соны соңына дейін ағылшын тілінде көріп шықтым. Сондықтан да егер өзіңіз ағылшын тілінде енді фильм, мультфильмді жаңадан яғни көрмеген дүниені көргеннен гөрі бұрын көрген дүниелерді қайтадан көрсеңіз, сізге түсінуге, яғни ұғынуға өте жеңіл болатынына сенімдімін. Сондықтан да өз қалауыңызға байланысты кез келген мультфильм, фильмдерді қайтадан қарап шығыңыз. Иә, сізде бір ой болуы мүмкін, мен көріп қойған дүниені не үшін көруіме керек, немесе осы маған керек па деген сияқты. Иә, ол сізге керек. Өйткені адам өзі көрген дүниемен таныс болады, және де ол жерде болып жатқан барлық әрекеттердің не қайда бара жатқанын түсінеді, және оны ағылшын тілінде көрген кезде кәдімгідей түсіну қалыптасады. Сондықтан да дәл осылай біз не істейміз? Өзіміз көрген фильм, мультфильмдерді қайтадан көруіміз керек. Негізі баланың тілі қалай қалыптасады, иә? Баланың тілі қалай шығады? Ойланып қарасаң, бала ағылшын тілін мысалы, қазақ тілінде деп айтайықшы, қазақ тілінде бала ешқандай грамматиканы үйренбейді, бірақ не істейді? Дұрыс сөйлейді. Не үшін? Өйткені адамның сөйлеуі тыңдаумен тікелей байланысты. Кім көп тыңдайды, сол көбірек сөйлейді. Естеріңізде болсын. Егер ата-ана баласымен қазақ тілінде сөйлеспейтін болса, баланың тілі дұрыс шықпайды. Сондықтан да баламен көп сөйлесуді ұсынады ғой, мысалы психологтар, педагогтар деген сияқты, бала тәрбиесімен айналысатын адамдар. Сол үшін де не істеу керек? Ағылшын тілінде көп сөйлесу керек және көп тыңдау керек. Көп тыңдаған кезде сізде бір күні не істейді? Кәдімгідей сөйлеу қалыптасады. Сондықтан да ағылшын тілінде сіз сөйлегіңіз келсе, көп тыңдауыңыз керек. Тыңдауға байланысты Listening English деген listeningenglish.com яғни сайт бар, өз жерде көрініп тұр. Сол сайтты сізге ұсынамын, өйткені бұл жерде деңгейге арналған көптеген сізге пайдалы видеолар, аудиолар бар. Сол аудиолар тыңдау арқылы бірінші тыңдап шығасыз, одан кейін тестін орындайсыз. Тестті орындағаннан кейін description'де қарап шығуға болады. Ол жерде текст не туралы болды, қалай болды деген сияқты. Өйткені басында сіз ағылшындар сөйлеген кезде түсінбей қалуыңыз мүмкін, немесе олардың сөздерін мысалы қабылдай алмай қалуыңыз мүмкін деген сияқты. Сол үшін де әрқашанда сіз аудиомен жұмыс жасағанда аудионың тексті міндетті түрде болу керек. Осы бір лайфхакпен бөліскім келеді. Ағылшын тілінде көп оқыңыз. Иә, ағылшын тілінде мысалы деген шорткатстар бар, немесе деген ағылшын тілінде short stories дейді ғой. Сонда қысқа оқиғалар бар, түрлі мысалы ертегілер бар. Соларды ағылшын тілінде оқитын болсаңыз, сізге өте пайдалы боларына сендім. Мысалы бізде Оян қазақты түсірген мысалы Мұрат Есжан ағамыз жасы кәдімгі болады ғой, бір шамаға келген кезінде барып ағылшын тілін үйренген. Сол кісінің өзінің айтуы бойынша қарасаңыз, ағылшын тілінде ертегілерді ағылшын тілінде
оқиғаларды көптеп оқыдым дейді. Соның арқасында жаңа сөздермен таныстым және де сөздік қорымды дамыттым дейді. Сондықтан да сөздік қорыңызды дамытқыңыз келсе, көп оқыңыз. Көп оқу барысында қызығушылыққа байланысты оқуды ұмытпаңыз. Өйткені адам баласы көбіне байқайсыз ба, мысалы мектептегі ағылшын болсын, университеттегі ағылшын болсын, сізге қызықсыз емес тақырыптарды береді және ол сізге қызықсыз болғаны үшін сіз ағылшын тілін үйрене алмадыңыз. Сондықтан да есіңізде болсын, ағылшын тілін үйренем дедіңіз ба, қызығушылыққа қарай байлаңыз. Мысалы Atomic Habits деген кітап бар, яғни мысалы атом әдеттер деген қазіргі таңда өте атақты кітап. Сол кітаптың өзінде не істейді? Бір дүниені екінші дүниеге байлау деген нәрсені үйретеді. Мысалы сіз таңертең тұрдыңыз, бірақ ешқандай әрекет жасамайсыз, мысалы деген бір әдет қалыптастырғыңыз келеді. Демек, мен таңертең тұрған кезде, мысалы 2 стакан су ішемін деген сияқты бір әдетке екінші әдетті байлау керек. Мысалы сіз міндетті түрде күнде университетке немесе мектепке баратын болсаңыз, яғни немесе жұмысқа, сол жұмыс алдында мен не істеймін, 10 отжимание жасаймын деген сияқты бір әрекетті байлау керек. Сол кезде ғана дұрыс әдет қалыптасады. Сондықтан да сіз де ағылшын тілінде мысалы өзіңіздің қызығушылықтарыңызға байланысты не істейміз? Кітаптарды оқимыз. Сол кезде жақсы бір ағылшын тілін үйреніп шығуға мүмкіндік болады. Қараңыз, бағана мен айтып кеттім, ағылшын тілінде фильм, мультфильмдерді көп көру керек деп. Егер ағылшын тілін бүгін бастап жатсаңыз, негізі фильмдерден бастамаңыз, мультфильмдерден бастаңыз. Өйткені мультфильмдердің тілі өте жеңіл болады және түсінікті болады. Өйткені ол балаларға арналған. Балаларды білесіздер, бірден ол listening бір skills қатты қалыптаспаған болады. Сол қалыптастыру жолында болғаны үшін сізге де өте оңай болады. Енді осы жерде бір сұрақ туындайды. Мен ағылшын тіліндегі фильм, мультфильмдерді қайдан табамын деген, сізге бір керемет 2 сайтты ұсынғым келеді. Оның біреуі lilang.ru, яғни lilang.ru бірінші сайт, екінші сайт ол hamatata.com. Яғни осы 2 сайтқа кірсеңіз, сізге арналған көптеген мультфильмдердің субтитрмен көруге болады. Басында ағылшын тілінде үйренген кезде сіз субтитрмен үйренгеніңіз дұрыс болады. Өйткені болып жатқан тексті сіз бірден listening, яғни catching дейді ғой, бірден сіз не ала алмауыңыз мүмкін, ұстап алмауыңыз мүмкін, немесе тексті түсінбеуіңіз мүмкін. Сіздің түсінуіңіз үшін субтитр міндетті түрде керек. Егер ағылшын тілінде субтитрмен фильм, мультфильм іздейтін болсаңыз, lilang.ru немесе hamatata.com деген сайтты ұсынып жатырмын. Және де бір қызық дүние жоқ, ол сайттарда мен таба алмадым дейтін болсаңыздар, кез келген Google-ға мысалы films, мысалы cartoons with subtitles деп жазсаңыз, субтитрмен арналған сізге көптеген дүниелер шығатын болады. Осы кезге дейін айтылған барлық фильм, мультфильмдерге байланысты сайттардың сілтемесін төмендегі описаниядан таба аласыздар. Ағылшын тілін енді үйреніп жатқан кезде, ол жерде произношениеге байланысты көптеген қиыншылықтар болады. Немесе грамматикалық бір дүниелер түсінбей жатқан болуыңыз мүмкін. Сондықтан да ағылшын тілін үйрену барысында ментор табу міндетті түрде бір талаптардың бірі болып табылады. Өйткені ментор сізге грамматикалық дүниелерді тез үйретуі мүмкін, немесе болады ғой, көп адамдар өзім self-study дейді ғой, өзім үйренемін деп уақытын жоғалтып жатады. Сондықтан да сіздерге ментор тауып алуды ұсынамын. Мысалы, сіздің айналаңызда көптеген мықты ағылшын тілін білетін мамандар болуы мүмкін, достарыңыз болуы мүмкін. Солардан көмек қолын ұсынуын сұраңыз. Өйткені сізге оның көмегі шынымен тиетініне мен сенімдімін. Егер айналаңызда ағылшын тілін үйрете алатын адам болмаса, қорықпаңыздар, өйткені біздің Space English курстары сіздерге керемет жеңілдіктер ұсынып жатыр. Сондықтан да төменде номер қалдырғанбыз, сол номерге байланысып, біз YouTube-тан келгеніңізді білсек, яғни осы видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін сізге арнайы жеңілдік бар. Достар, бүгінгі видео пайдалы болды деген ойдамын. Біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер, өйткені біздің каналда көптеген пайдалы видеолар шығатынына мен сендім.